Сәлеметсіздер ме? YouTube арнама жазылушы оқырмандар. Бүгін сіздермен онлайн диктант жазып үйренеміз. Бұл онлайн диктанттың мақсаты сауатты жазуға, өз ойыңызды еркін, қатесіз жазуға бағыттау. Егер де дайын болсаңыздар, қолыңызға қағаз, дәптер немесе қалам алып, дайын отырыңыз. Мен сізге диктанттың мәтінін оқимын, ал сіз қағазға диктанттың мәтінін жазасыз. Кейін, осы видео аяқталғаннан кейін, екінші видеода осы диктанттың жауабы айтылады. Өзіңізді тексерудің бірден бір әдісі деп білемін. Ендеше сәттілік. Диктанттың аты 9 құмалақ. Спорттың түрі көп. Спорттың түрі көп. Соның бірі 9 құмалақ. Соның бірі 9 құмалақ. Бұл ойын күшті болуға, жылдамдыққа, табандылыққа баулиды. Ойлауға үйретеді. Бұл ойын күшті болуға, жылдамдыққа, табандылыққа баулиды. Ойлауға үйретеді. 9 құмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. 9 құмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. 9 құмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. Бұл ойында сүйек тастарды ұяларға 9-9-дан түсіріп отыру керек. Бұл ойында сүйек тастарды ұяларға 9-9-дан түсіріп отыру керек. Бұл ойында сүйек тастарды ұяларға 9-9-дан түсіріп отыру керек. 9 құмалақ жылдам есептеуді, тез шешім қабылдауды қажет ететін күрделі ойын. 9 құмалақ жылдам есептеуді, тез шешім қабылдауды қажет ететін күрделі ойын. 9 құмалақ жылдам есептеуді, тез шешім қабылдауды қажет ететін күрделі ойын. 9 құмалақта бір ойынды жарты күн немесе бір күн ойнайды. 9 құмалақта бір ойынды жарты күн немесе бір күн ойнайды. 9 құмалақта бір ойынды жарты күн немесе бір күн ойнайды. Ұлы ақын Абай
тоғызқұмалақ ойынының шебері болған. Ұлы ақын Абай тоғызқұмалақ ойынының шебері болған. Ұлы ақын Абай тоғызқұмалақ ойынының шебері болған. Абай тоғызқұмалаққа үлкен мән берген. Абай тоғызқұмалаққа үлкен мән берген. Абай тоғызқұмалаққа үлкен мән берген. Ол атақты ойыншыларды шақырып, 20-30 күн бойына сайыс өткізіп отырған. Ол атақты ойыншыларды шақырып, 20-30 күн бойына сайыс өткізіп отырған. 20-30 күн бойына сайыс өткізіп отырған. Ол атақты ойыншыларды шақырып, бұл туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында жазылған. Бұл туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында жазылған. Бұл туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында жазылған. Диктант аяқталды. Мен диктантты басынан бастап толық оқып шығамын. Сіздер үтір, нүкте, сызықшаға мән беріп, қажетті тыныс белгілерді қойып шығыңыздар. Диктанттың атауы тоғызқұмалақ. Спорттың түрі көп. Соның бірі тоғызқұмалақ. Бұл ойын күшті болуға, жылдамдыққа, табандылыққа баулиды. Ойлауға үйретеді. Тоғызқұмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. Бұл ойында сүйек тастарды ұяларға 9-9-дан түсіріп отыру керек. Тоғызқұмалақ жылдам есептеуді, тез шешім қабылдауды қажет ететін күрделі ойын. Тоғызқұмалақта бір ойынды жарты күн немесе бір күн ойнайды. Ұлы ақын Абай тоғызқұмалақ ойынының шебері болған. Абай тоғызқұмалаққа үлкен мән берген. Ол атақты ойыншыларды шақырып, 20-30 күн бойына сайыс өткізіп отырған. Бұл туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында жазылған. Осымен диктант аяқталды. Диктантты тексеру үшін, яғни сіз мәтінді дұрыс жаздыңыз ба, әлде болмасын кей жерлерде қателер жіберіп алдыңыз ба,
осының бәрін тексеру үшін келесі видеоға өтеміз. Келесі видеода диктанттың дұрыс нұсқасы ұсынылады және емле бойынша ережелер айтылады. Назарларыңызға рахмет.